Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бифштекс тағам дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен картопын пісіріп дайындап алатын боламын. Ол үшін картопты қабығынан ашып, тазалап жуып, осылай арнайы кескіштің көмегімен жақсылап кесіп дайындап алдым. Егер сіздерде бұндай сәндеп кесетін құрал болмаған жағдайда, жай пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Барлығын дерлік турап дайындап болғаннан кейін тапамызға пергамент қағазын төсеп, осының үстіне картоптарды жайғастырамыз. Мен барлығын дерлік осылай жайғастырып алдым. Егер сіздерге майға қуырған ұнайтын болса, дәл осы күйінде табаға май құйып қуырып алсаңыздар да болады. Бірақ мен дәл осы әдіспен ешқандай май құймай пешке салып пісіріп алдым. Егер де осылай пешке пісіріп алатын болсаңыздар, өте майсыз және ағзаға да сіңімді болады. Дәміне қарай кішкене тұз сеуіп, пешке салып қызарғанша пісіріп аламыз. Картопын пісіп шыққанша котлетін дайындай береміз. Ол үшін 500 граммдай тартылған ет және кішкене нан керек болады. Мен алдын ала нанды суға салып жібітіп алдым. Енді жібіген нанды суынан осылайша сығып алып, еттің үстіне қосатын боламыз. Үстіңгі бөлігінен бір үлкенірек жұмыртқаны жарып қостым және бір пиязды ұсақ етіп турап, оны да қосатын боламын. Ал егер сіздерде блендер болатын болса, блендерден пиязды өткізіп алсаңыздар да болады. Және дәміне қарай бір шай қасық тұзды қосып, қолмен жақсылап барлығын бір келкі болғанша араластырып аламын. Осы орайда біздің картоптарымыз да пісіп дайын болған екен. Осылай өте қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді барлығын бір тарелкаға жинап алатын боламын. Енді жаңағы араластырып дайындап қойған котлеттің салмасын алып, қолмен осылай дөңгелек форма жасап, табаға салып пісіремін. Котлетті де мен духовкаға салып пісіріп алатын боламын. Ал егер сіздерге майға қуырған ұнайтын болса, осы қалпында майға қуырып алсаңыздар болады. Барлығын осылай дөңгелек формаға келтіріп дайындап алдым. Енді пешке салып 40 минуттай пісіріп аламын. Котлетім пісіп шыққанша палливын дайындап аламын. Қызып тұрған табама кішкене май құйып, майым қыза бастағанда ұсақ етіп туралған пиязды қосып, пиязым қызарғанша кішкене 5 минуттай қуырып алдым. Және палливіміз қып-қызыл болып пісу үшін мен қысқа арнап жапқан банкіден 3 қасығын қосып жақсылап араластырдым. Және дәміне қарай тұз қосып, кішкене араластырып, үстінен 100 граммдай су құйып, бетін жауып 5 минутқа қойып пісіріп аламын. Осымен біздің палливіміз дайын болды. Мен гарнирге күрішті дайындаймын. Ол үшін қызып тұрған табамыздың үстінен май құямыз да, майымыз кішкене қыза бастаған кезде күрішті 4-5 минуттай баяу отта қозғап қуырып аламын. Одан соң үстінен су құйып, күрішіміз піскенше бетін жауып қалдыратын боламыз. Осымен біздің күрішіміз, котлет және паллив мен картошкамыздың барлығы дерлік пісіп дайын болды. Енді барлығын ыдысқа жинайтын боламын. Күрішті өздеріңізге ұнаған кез келген формада жасасаңыздар болады. Мен осындай кішкене шай ішетін кесені пайдаландым және бетін кішкене тегістеп алып, тарелкаға аударатын боламын. Сонда бізде осындай дөп-дөңгелек әдемі форма шығатын болады. Және пісіп шыққан картоптарды жанына қоямын. Және котлетті қойып, жанына палливін құямын. Сәндік ретінде қиярды жұқа етіп турап, жан-жағына қойып шықтым. Және қызанақты да жәніне қойып, осылайша сәндеп шықтым. Және бетіне ас көкті де пайдалансаңыздар болады. Осымен менің тағамым толығымен дайын болып шықты. Өте дәмді, барлығына ұнайтын ерекше тағам болып шығады.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сіз менің арнама тіркелмеген көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.